Ашын пысып кет. Ютубтан адам қызып жатыр. Ай, тағы ұтылдым. Мынау болмайды, басқа жұмыс істейік. Қандай жұмыс көресің сен? Сен менде жұмыс істеп жатсың ғой? Кәдімгі жаңа жұмыс. Бір адам тиіскенге мен саған 20 000 теңге. Мейлі 30 000 теңге берем. Саған адам түгілі шыбын да тиіспейді ғой. Сен қорғамыз 2 ай болды ғой. Кім тиісіп жатыр? Өзің айтып адамдар тиіседі деп. Айтып едің ғой. Маса да жақпайды ғой сен. Қазір интернетте қарайды. Мен де қараймын. Садикте охрана бар екен. Садикке охрана болмаңдар. Неге? Ол садикте бар емес па? Ана псих бір бала бар ғой. Қойы. Жеп қоя салады сендер. Басқа жұмыс қарашы. Күзет бар екен. Болады ол. Ол күзетке бармаңдар. Неге? Сен 4 адам қабылдаған. Онда андай апаста жүреді ғой. Пистолетпен, автоматпен жүреді ғой. Мен қазір қарай сайын. Үй тазалайтын жұмыс бар екен. Үй тазалайтын? Иә? Қолында өткені барған ғой. Шашта жүрді. Онда осы жұмыста қала салайық. Не үшін деп сағыз? Өлі, бір нормальный видео түсірейін деген таста сағызыңды. Сәл тәттісі кетсін да. Болдыңдар ма? Болды, басынан түсірейікші. Болды. Сағыз? Мен баған не деп? Штирет қарасың? Не деп? Сағыз таста дедің? Енді бұның барлығына қатысы бар шығар? Сонда мен де тастауым керек па? Барлығымыз тастауымыз керек. Қазір шелеғайын. Қойындаш болды. Бүгін еш нәрсе түсірмейміз. Бопты, қазір көреміз өнеріңді онда. Бопты, қазір көр. Сенің. Мама, сяма. Жақсы. Жақсы болға келгенің. Шеш күрткан. Тезірек шешші. Шеш тезірек күрткан. Тезірек күн бұлаш. Оны шешпейтін шығар енді. Тезірек аяғыңды салшы. Сал. Екі аяғыңды сал. Екінші. Тезірек дейсің. Қолыңды салында. Әпәзем келді ғой. Енді билейміз. Билейміз. Бірінші позиция. Ол қалай? Стоп! Енді мен соңынан қайтала. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, car avec les soldats. Ана қызды айырады. Қойындашы болды. Өскенде кім боласың? 5 болам десей? Сені 1 минутқа бола ма? Мені ма? Я, үшеуің болса да болады. Жігіттер, қорқпаңдар. Мен өзім қыздармен, қызбен сөйлесіп келем. Не болды? Саған бір өтініш айтсам бола ма? Сен де қыздың өтінішін орындаймын ғой. Жүр.
не істейміз? Анан әдемі ұзақ күтті ғой. Кезек өтінішін көрейік күнәлі. Осының бәрін тасу керек па? Я осыны тасып берсем болды, басқа өтінішім жоқ. Аналарға қоя бер деп бекер айттым ғой. Тасып бересің ба? Таңша қандай жаңалық бар айтып отырсай? Жаңалық демекші, алдында көшеде кетіп бара жатсам, ана біздің көшедегі сәуле бар ғой. Қандай? 18-адағы ше. Иә, сол. Короче, жасыл жемпір киіп алған, еще алдында қызы бар. Шашын сарыға бояп алған ба, бір түрлі өзіне жараспай тұр. Қара женсі киіп алған. Қара кроссовка киіп алған, еще бір вкусы жоқ, бір түрлі ғой. Шынымен де вкус жоқ екен ғой. Сендер нені айтып тұрсыңыз ба? Жоқ. Сен Міне дәл осыған ұқсап киіп алған ғой. Шынымен вкусы жоқ екен, Сен кімді айтып тұрсың? Вкус жоқ деп. Ой, мен саған емес, подружкама айтып тұрмын. Сен вообще өсекке араласпай барсай, біз өзіміз әңгіме етіп отырып қой. Кеше біздің сыныпта Ернұр бар емес па? Сол кеше апайдың алдында кәдімгідей позор болды ғой. Короче, Мынау кетті ғой. тағы да ма? Қандай жаңалық бар? Бүгін менде қыздар жаңағы жоқ анекдот бар. Бір күні екі тақырбас ерегісіп қалыпты, сөйтсе тақырбас айтады, шашың жыламай, шашыға кет. Ой, кетші бар, адам не арасына демей. Сен әзілінде өтпейді, жаңалығында өтпейді бар. Кетші бар. Сәлем досым, саған фильм ұнады ма? Егер осы фильм саған ұнаған болса, лайк басып достарыңа таратып жіберсең болады. Және осы фильмге түскің келсе, сенде үлкен мүмкіндік бар, осы фильмге түсе аласың. Шулатай каналының атынан келдім десең, саған жеңілдік болады. Сау бол.